Сәлем достар, сіздермен бірге Бәрі-бар каналы. Бүгін біз әлемдегі ең ақылды 10 жануар жайлы айтамыз. Каналға тіркеліп, видеоға баға беріп кетіңіздер. Жануарлар әлемі біз үшін әрдайым таңғажайып жаратылыстай көрінеді. Тіпті олардың ешбір ойсыз жасалған әрекетіне қарап демалып қаламыз. Оларды қолға үйретуіміздің себебі де осы болар. Ал сіз ең ақылды жануарды білесіз бе? Білмесеңіз видеоның соңына дейін көріңіз. Егеу құйрық. Өздеріңіз білетіндей, егеу құйрық адамға жақын жерде өмір сүреді. Кей түрін адамдар қолға үйретіп, үй жануарларының қатарында ұстайды. Сәндік егеу құйрықтың басқа түрлерінен айырмашылықтары аз емес. Өте ақылды, сүйкімді және адаммен ойнағанды ұнатады. Егеу құйрықты зерттеген кезде ғалымдар оның ешқандай қателіксіз алдындағы нысанысын жылдам тауып алатынын көрген. Қоңыр түсті егеу құйрық көне Қытай елі ерекше қадірлейтін жануар болған. Сегізаяқ. Сегізаяқ ең ақылды және толығымен зерттеле қоймаған моллюска түрі. Оның денесіндегі уға толы қалташасы жақсы қорғану мен аң аулауға мүмкіндік береді. Бірақ егер сегізаяққа қандай да бір қауіп төнетін болса, ол улы сиясын шашып жібереді. Әйткенмен, ол оның жалғыз ғана қорғанышы емес. Сонымен қатар жаудың иіс сезу мүшесін нашарлататын сұйық зат бөледі. Оның есте сақтау қабілеті өте қысқа, қиын жағдайға тап болғанда өңін өзгерте алады. Көгершін. Көгершіндер біздің заманымыздан бұрынғы 3000 жыл бұрын қолға үйретіле бастаған. Кейде кептерді ұшатын егеу құйрық деп те атайды. Себебі аурудың көптеп таралуы осылардың тасымалдануымен байланысты. Көгершін тәжірибесіне сүйеніп, жаңа нәрсені тез үйреніп алады. Есте сақтауы жақсы болғандықтан, алдындағы суретті бірнеше жаттығудан кейін қайта жаңғырту қабілеті бар. Айна алдында өздерін таниды, белгілі қимыл іс-әрекетті қайталап береді. Бір қарағаннан-ақ екі заттың айырмашылығын байқайды. Тиін. Тиін қолға тез үйретілетін жануардың бірі. Ол есте сақтау, жылдамдық, ептілік, аңғарғыштық сияқты қабілеттерге ие. Тиін адамға жақын аймақта өмір сүреді, өйткені тамақты үйдің қуыстарынан іздейді. Үй тиіні өзінің иесін танып, лақап атымен шақырғанда келеді. Мұның барлығы тиіннің ақылдылығының арқасы. Доңыз. Доңыздың басқа жануарлармен салыстырып қарағанда айтарлықтай ақылды екендігі дәлелденген. Доңыз миы 3 жастағы нәресте баланың ақыл деңгейіне сәйкес келеді. Пенсильвания университетінің ғалымдары шошқаның түрлі тапсырма шешу икемін тексеру мақсатымен компьютер ойынын үйретіп көрген. Зерттеу нәтижесі таяғында қорытынды ретінде олар доңыздың шимпанзе секілді ойынның бастапқы ережесін меңгере алатынына көздері жеткен. Бұл жануарда ұзақ уақыт есте сақтау қабілеті бар және иіс сезу мүшесінің жақсы болуы жер құлақты оңай тауып алуға мүмкіндік береді. Шошқа кез келген жағдайда тез бейімделеді. Қарға. Ең таңғалдыратын қарғаның азық табу шеберлігі. Мәселен, осы құс аяқ киім бауынан қармақ жасай алады. Ал жаңғақты жарып жеу үшін оны жоғарыдан жол бетінде көліктің астына тастайды. Жолда көлік басып кетпеу үшін жасыл түстің жаңғағын күтеді екен. Піл. Ең алғашқы пілдер 23 миллион жыл бұрын Африка жерінде пайда болған. Табиғат аясында піл азығына қол жеткізу үшін сан алуан құрал қолданады. Піл миының әр шаршы сантиметрінде жүздеген жасушадан бар. Басының көлемі үлкен болғандықтан есте сақтау қабілеті күшті. Піл табиғатынан өте қызығымпаз және тазалықты сүйетін жануар. Тамақпен қоректену алдында оны міндетті түрде жуып жейді. Орангутанг. Орангутангтар бірлесіп өмір сүреді. Ұрғашы орангутанг баласын жылдар бойы түрлі нәсілдерге машықтап өсіреді. Жабайы табиғат таласында олар пілдер секілді нысана жету үшін көптеген амалды қарастырады.
адамның іс-әрекетін бақылап тез үйреніп алады. Дельфин адамның ең сүйікті сүтқоректі хайуаны. Ең ақылды жануарлар тізімінде тек шимпанзеге ғана жол береді. Дельфиннің адамның ғана қолынан келетін іс-әрекеттерді жасай алатын икемділігі бар. Оның ми құрылыс көлемі денесімен салыстырғанда 4-5 есе үлкен. Дельфин іс-әрекет арқылы тілдеседі. Өзін айнадан жақсы таниды. Шимпанзе. Бірінші орында адамға бет пішінімен де, ақылдылығымен де ұқсайтын шимпанзе тұр. Шимпанзе азық іздегенде топпен жүріп аң аулау айла тәсілдерін ұйымдастыра алады. Олар іс-әрекет пен символ арқылы адаммен қарым-қатынасқа түседі. Ал ең басты қабілеті осы символдар мен заттар арқылы өздерінің ойы мен сезімін жеткізуі. Ғалымдар олардың мұндай дәрежеге жетуінің себебі топтасып қатал ережеге бағынудың әсерінен дейді. Ал сіз бұл тізімге қандай жануарды қосар едіңіз? Өз ойларыңызды комментке қалдырыңыздар. Бүгінге осы. Келесі кездескенше, YouTube-тың қызығын бөліскенше достар. Каналға тіркеліп, видеоға аямай лайк басайық достар.